Енді әрбір ауыздан шыққан сөзімізге жалпы сақ болатын болсақ, қасымыздағы жанның жанын жаралап алмауға ниет ететін болсақ, онда міндетті түрде жақсы сөздер сөйлейтініміз анық қой. Және де дәл осы жұма күні көбіне құлшылығымызды арттырып, дұғамызды еселейтініміз бар. Әйтсе де осы дұға тілеудің де өзіндік тәртібі, алғы шарттары бар. Және де кез келген уақытта, кез келген жерде отыра қалып дұға тілеудің де өзіндік тәртібі бар ғой, соған тоқталсақ. Дұға ең бірінші Аллах Тағалаға мадақ айту. Жаңа біз имамдарды байқасаңыздар, альхамдулилля, ассалату вассаламу деп бастайды, альхамдулилля деген Құдайға шүкір деген сөз. Яғни бірінші Алла Тағалаға мадақ айтып, одан кейін пайғамбарға салауат айтып, сосын барып өзінің жаңағы дұғасын ең соңында салауатпен бітіретін болса, сол дұға қабыл болады деп айтылған екен. Және жұманың уақытысында бір сәт бар. Сол сәттегі дұға қабыл болады деген. Енді сәт дегенде мынадай мәселе, ол қай сәт деп. Қолды жайып күтіп жүре бермейсіз ғой, мысал ретінде де. Ол дегеніміз адам дәретпен жүру, сол күні лажы болса, тек қана ол күн емес, барлық күнде тіліне еге болу, қолына еге болу, аяғына еге болу, яғни жаман нәрсені баспау, жаман нәрсені қолмен жасамау, жаман сөз айтпау деген сияқты. Осының барлығы сол дұғаның, құлшылықтың ішіне келеді. Сол уақытта бір сәтіне сәйкес болып қалатын болса, оның дұғасы қабыл болады деген. Одан кейін мешітте болатын болса, Құран оқитын болса, ол да дұға жасау. Құран оқудың да әдеттері бар. Құблаға қарап отыру, жаңағы кішкентай бір орындық сияқты, стол сияқты нәрсе болса, Құран сол биікте тұру, төменде емес та. Әдептілік болып есептеледі, соның барлығын жасап, Аллах Тағала дұға қылу. Дұға қылу дегенде, енді халықтың барлығы арабша біле береді деген сөз емес қой. Өзінің ана тілінде ол қазақ па, орыс па, өзбек па, тәжік тілінде екі қолын жайып, Құдайым деп жасаған дұғасы Алла Тағаланың ниетке байланысты дейсіз ғой жалпы. Ниетке байланысты. Өзінің ана тілінде де сұрауға болады деп жатырмын, дұға жасаған уақытта. Дұға әрдайым айтатын мысалға мынау керағар ағым деп жатамыз ғой. Соны байқаудың бір жолы деп мен көбінесе айтамын да. Ер азамат ерінбей күнделікті. Ол таңертең түсті кеш қандай ас болмасын, тамақ жеп болғаннан кейін дастарханға бата жасау да, бұл дұға. Бата жасау, дұға жасау. Қолды жайып тұрып, Құдайым деп бата жасайтын болса, ішкен жегенімізге береке бер, осы үйге береке бер, бала шағамның деген сияқты. Бір үйдегі болсын, үйге келіп қалған адам болсын, керағар ағымға кіріп кетеді-ау деген бір енді басталып жатқан дүние болатын болса, олар еш уақытта қолдарын жаймайды. Бірінші әдет ғұрыпты жасады ол азамат. Дұға жасады. Үйіне келген болмаса, үйінде жүрген адамның да басқа бір нәрсеге әсерленіп жүргенін де анықтады деген сияқты. Түсінікті.